Кейбір кездері мәтінді жазғаннан кейін оны форматтау керек болып жатады. Форматтауды мен LibreOffice бағдарламасында көрсетейін. Мысалға мына қара деген сөзді біз жуан майлы жазумен жаза аламыз. Сосын жолақты деген сөзді қисық әріптермен жаза аламыз. Сосын менікі дұрыс па деген сөз сөйлемнің астын сызып қоя аламыз. Енді LibreOffice бағдарламасында бұны біз бір батырманы басу арқылы ғана жасайтын болсақ, мына жақта бізге тегтар керек екен. Ол үшін мен мына жақтан жаңадан файл жасайын. Бұл жаңа тақырып болғандықтан оның атын мен formatting text.html деп атайын. Сосын бұл жаққа мынау екінші файлдағы бүкіл затты көшіріп алайын. Сосын мына жаққа қойып қоямыз. Сақтаймыз. Енді осы файлды браузерда ашайын. Web Development 1.0 HTML. Міне бізде мына жерде үшінші файл пайда болды. Осыны ашамын. Бізде алдыңғы мәтін тұр. Қай файлды ашқанымызды білу үшін мен мына үстіндегі жолаққа қараймын. Бұл жерде мына бір жағында файлдың аты жазылып тұрады. Яғни біз дұрыс файлды ашып отырмыз қазір. Ал енді форматтауға кірісейік. Мысалға қара деген сөзді мен жуан майлы әріптермен жазғым келсе, ол сөзді мен strong деген тегпен қосаймын. Кесіп аламыз, Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-S сақтаймыз. Мына жақты жаңартамын. Міне қара деген сөз жуан майлы әріптермен жазылып тұр. Енді мына жердегі мынау жолақты деген сөзді қисық әріптермен жазу үшін мен тұрамында бұл сөзді EM деген тегтің ортасына аламын. Кесіп алайын, мына жаққа қойайын, сақтап қоямыз. Міне бұлай EM деген тегтің ортасына алдық. Енді қазір браузерімізді жаңартсақ, міне біз күткендей мына жерде сөзіміз қисық әріптермен жазылып тұр. Енді менікі дұрыс па дегеннің астын сызу үшін мен тұрамында бұны ins деген тегтің ортасына аламын. Яғни біз форматтаған кезде бір ғана сөзді емес, толықтай сөйлемдерді де форматтай алады екенбіз. Мына жаққа қоямын да сақтаймын. Мына жақты бұлай жаңартсақ, міне менікі дұрыс па деген сөйлемнің асты сызылып тұр. Форматтаудың бұдан да басқа түрлері бар. Қазір соны көрсетейін. Ол үшін мен мына жақтан жаңа параграф тегін жасап, оның ішіне мынандай бір сөйлем жазайын. Неге 2-нің квадраты 5 емес деймін. Сақтаймын. Браузерін жаңартамын. Міне біздегі сөйлем пайда болды. Енді қазір мен мына бір тегті пайдалансам, суп деген квадраты деген сөзді кесіп алып, сол екі тегтің ортасына қойсам, сақтаймын. Браузерімді жаңартамын. Міне квадрата деген сөздің дәрежесі ретінде жазылып тұр. Сосын форматтаудың тағы да мынандай түрі бар. Мысалға, неге индекс үнемі астынан қойылады деймін. Сақтаймын. Жаңартамын. Міне сөйлем пайда болды. Енді қайтадан Visual Studio кодты ашып, мысалға индекс деген сөзді суп деген тегтің ортасына алсам, кесіп аламын, Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-S пен сақтаймын. Браузерді жаңарттым. Міне біздегі индекс деген сөз, мынау сөздің индексі сияқты жазылып тұр. Енді мысалға сөздің үстін сызып сағымыз келсе, мынандай сөйлем жазайын. Өшіретін болсақ, неге жаздық деймін. Сақтаймын. Пайда болдық ма екен тексерейік. Міне өшіретін болсақ, неге жаздық дейік. Енді өшіретін деген сөздің үстін сызып тастау үшін мен del деген тегті пайдаланамын. Өшіретінді былай кесіп аламын да delдің ортасына қойсам, сақтаймын. Браузерімді жаңартамын. Мына өшіретін деген сөзге мұқият қарап отырсақ қазір, міне үсті сызылып кетті. Осы сияқты мәтінді форматтаудың басқа да түрлері бар. Оны біз Google-дан іздесек болады. google.com сайтына кіріп, text
formatting HTML дейміз. Бізде мынандай сайт пайда болады, W3 Schools деген. Соны ашсақ, мына жерде басқа да форматтау түрлері көрсетілген. Бұны өзіңіз бос уақытыңызда қарап, зерттеп көрсеңіз болады. Енді тағы да көрсеткім келіп тұрғаны, мына жерде бізде мынау екі абзац бір-біріне қатысты да, мынау үшеуі мүлдем басқа жақтан. Енді біз бұны ортасын бөліп қоя аламыз. Оны біз HR деген тегпен істейміз. HR дедік та сақтаймыз. Енді браузерімізді жаңартсақ, бізде мына жерде шекара болып, сызық пайда болды. Енді осылайша біз мәтінді форматтап, мәтіннің ортасына сызық қоюды үйрендік. Енді қазір тізім жасауды үйренейік. Ол үшін мен мына жақтан жаңадан файл жасайын. Жаңа тақырып болғандықтан оны мен 4 астыңғы сызық unordered list деп атайын. HTML. Сақтаймыз. Мына жақтағы мынаны көшіріп алайын. Үшінші файлдан мына жаққа қоямыз. Сосын мыналар бізге керек емес. Бұны өшіріп тастасақ болады. Сақтаймыз. Енді мынау 4-ші файлды біз браузердан ашайық. Ол үшін мен мына жаққа барамын да. Міне бізде пайда болды 4 unordered list деген. Соны 2 рет басам, браузердан ашылды. Мына жақтан қараймыз, 4 unordered list. Бізде бос парақшамыз ашық тұр. Өйткені бұл жаққа біз әлі ешнәрсе жазған жоқпыз. Енді мыналарды жаба салайын мен. Алдыңғы 3-ші файл. Мынаны да жаба салайық. Енді қазір тізім жасайық. Ол үшін мен мына тегті пайдаланамын. UL деймін. UL деген unordered list, яғни ретсіз тізім дегенді білдіреді ағылшын тілінен. Сосын бұл тегтің ішіне мен list item деймін. Яғни мынау UL деген unordered list ретсіз тізім болса, LI деген list item, яғни тізім ішіндегі заттар дегенді білдіреді. Сосын list itemның ішіне мен жазу керек өзімнің ақпаратын жазамын. Мысалға Ubuntu деймін. Сосын екінші мәтінді аламын да. Бұл жаққа мен Fedora дейін. Сосын мына жаққа үшінші бір нәрсе жазғым келіп тұр. Оны мен OpenSUSE дейін да. Соңғы 4-шісі мысалға Arch бола салсын. Сақтаймын. Мынаны жаңартамын. Міне бізде ретсіз және бірінен бірі кейін тізбектеліп жазылған өзімізге керек ақпарат шықты. Алдындағыдай мынаның ішіндегі мәтінді мен форматтай аламын. Мысалға бір сөзді осылай майлы қылғым келсе, мен strong тегінің ішіне қойып қоямын. Басқа бір сөзді қисық әріптермен жазғым келсе, мен EM деймін да. Сосын мынау Arch дегеннің үстін сызып сағым келсе, мысалға мен бұны былай кесіп алып сақтаймын да. Мынаны жаңартамын. Міне біздегі, яғни тізімнің ішіндегі сөздерді де форматтауға болады екен. Бұл енді ретсіз тізім. Ал ретті тізім жасағымыз келсе, мысалы үшін 1, 2, 3, 4 деп тұратын. Оны да істей аламыз. Ол үшін мен мына жақтан жаңа файл жасайын. 5 астыңғы сызу. Оны мен енді ordered list дейін, яғни ретті тізім дегенді білдіреді. HTML. Мынаны көшіріп ала салайын. Ctrl copy. Ctrl V. Сақтаймыз. Сосын мына жақтағы strong деген тегтарды өшіре салайын. EM деген тегтарды да өшіре салайын. Міне өшірдім. Енді біз алдында мысал үшін unordered list ретсіз тізімге UL деген болсақ, ordered listке мынау U-дің орнына O деген әріпті қоямыз. Сақтаймыз. Енді осыны қазір браузердан ашайық. Ол үшін мына жаққа барамын да, мен мынаны 2 рет басамын. Міне 5 ordered list. Мына жаққа қарасақ 1, 2, 3, 4 деп тұр. Енді осылай мынаны астына қоса берсек, өз автоматты түрде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп кете береді. Ал енді біз тізіміміз мысал үшін 1-ден емес 7-ден басталғанын қаласақ ше. Мысалға 7, 8, 9, 10 деп тұратындай. Оны істей аламыз біз. Ол үшін мен мынаны көшіріп алайын. Мынаның астына жіберейін. Мына жаққа қарай ығыстырайын кішкене. Әдемі болу үшін.
Оны істеу үшін біз қосымша параметр береміз. Яғни start дейміз де, start тең болады. Нешеден бастағымыз келіп тұр? 7-ден бастағымыз келіп тұр. Сақтаймын. Браузерімді жаңартамын. Міне 7, 8, 9, 10. Ал енді мысалға біз тізімнің кері қайтқанын қаласақ ше. 4, 3, 2, 1 деп. Ол үшін мен мына жақтан reverse деген параметрді берем. Ағылшыннан кері деген мағынаны білдіреді. Браузерімді жаңартсам 4, 3, 2, 1 деп тұр. Ал енді мысалға біз ана жерде 1, 2, 3, 4 демей A, B, C, D деген латын әріптерімен белгілегіміз келсе ше тізімнің реттілігін. Ол үшін мен type деймін да, тең болады үлкен A дейм. Браузерімді ашып жаңартсам A, B, C, D деп тұр. Үлкен латын әріптерімен. Ал егер мен мына жаққа барып, мына бір жерде type деймін да, тең болады кішкентай A деп сақтап, браузерімді ашып жаңартсам, міне тура сол реттілік, бірақ кішкентай латын әріптерімен. Енді латын әріптері емес, мысалға мен рим сандарымен белгілегім келсе, онда мен type деймін да, оны I деймін. Сақтаймыз. Браузерді ашамыз, жаңартамыз. Міне кішкентай символдармен 1, 2, 3, 4 деген рим сандар тұр. Ал енді кішкентай I дедік, яғни үлкен I деп көрсек, мына жаққа type тең болады үлкен I десек, онда біз тура сол реттілік, бірақ үлкен рим сандармен белгіленеді екен. Осылайша біз мәтінді форматтап, ретті және ретсіз тізімдерді жасауды үйрендік. Видеоларды бұдан да қызық заттарды көрсететін боламын. Сол жақта көріскенше.